Баршаңызға сәлем, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге қуырылған күріштен салқын көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Табамызға күрішімізді саламыз. Мен бұл жерде көз мөлшерімен салдым. Содан соң үнемі бір қалыпты араластырып тұрамыз. Араластырған соң осындай қоңыр түске келеді, сол кезде күріш дайын болды деген сөз. Енді басқа ыдысқа салып, осы күрішімізді 1-2 рет жуып аламыз. Күрішімізді тазалап 1-2 рет жуып алған соң, су құйып, орташа отта пісіреміз. Қуырылған күріш шамамен 25-30 минутта пісіп қалады. Біздің күрішіміз пісіп қалды. Содан соң дәміне қарай тұзымызды салып араластырып, толықтай суытамыз. Енді көжемізге айранымызды қосамыз. Содан соң араластырып, кесеге құйып ұсына берсеңіздер болады. Бұл қуырылған күріштен жасалған салқын көженің дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды. Назарларыңызға рахмет.